Ордабасы ауданы Төлепбаев атындағы жалпы білім беретін мектеп ұжымы әз Наурыз мерекесін тойлауда мектеп ауласына тұя ағашын отырғызумен бастады. Қазақ халқында Наурызды тойлау кезінде табиғатқа, адамдарға, жан-жануарларға деген ізгі ниет, махаббат пен құрмет ерекше орын алады. Мұны біз Төлепбаев атындағы жалпы білім беретін мектеп ұжымының Наурыз тойында айқын сезіндік. 841 оқушы білім тәрбие алатын, 120 ұстаз еңбек ететін мектептің Наурыз тойы жоғарғы деңгейде өтті. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Перизат Амангелді қызы бастаған қыз-келіншектер табиғаттың жаңаруын, халықтың ынтымақ бірлігін дәріптеген салтанатты іс-шарада үлкен белсенділік танытты. Тойда әжелер қауымы да белсенділік танытып, жас ұрпаққа қазақтың игі дәстүрлерін дәріптеді. Киіз үй тігіліп, ақ дастархан жайылған Наурыз тойда жас ұстаздар аға ұрпақ өкілдеріне алдымен Наурыз көже ұсынды. Қыдыр ата ақ батасын берді. Наурыз тойда мектеп директоры Омарбек Мұхамедияр құттықтау сөз сөйлеп ашты. Әлеумет, құрметті ұстаздар мен ата-аналар, талапты шәкірттер, құрметті ел ағалары, құрметті қадірменді де қадірлі ұстаз ардагерлер, және осы жерде ерекше айтып кетуім болады. Енді барлығымыздың бүгінгі күндегі бас ұстазымыз болып саналып келе жатқан осы мектебіміздің негізін қаладық десек те болады. Осы мектептің атын паш еткен Амантай ағайымыз отыр. Ерекше құрмет көрсетіп қойсақ. Құрметті жиналған қауым, бүгін шын мәнінде Наурыздың мінекей жадыраған күн майра жайында Наурыз қарсы алғалы отырмыз. Наурыз мерекесі сонау ықылым заманнан қазақ халқы мерекелеп келе жатқан бұл ұлық мереке. Себебі күн мен түннің теңелген шағы, жанның жадыратар, бүкіл жер әлем өзінің бусанып, осы табиғаттың әсемденетін, табиғаттың сонау өзінің құлпыратын кезеңі. Жалпы тарихқа келер болсақ, Наурыз мерекесі сонау Нұх пайғамбардың заманынан келе жатыр деген өзі ықылым, осы заман деген сондай бір тәмсіл оқиға бар. Міне сондықтан жалпы Наурыз мерекесі бұл бақыт мерекесі, бұл ынтымақ мерекесі. Мұнан соң сөз алған осы мектепті көп жыл табысты басқарған Амантай Сексенбаев, ауданның құрметті азаматы Ділдәкүл Омарбекова, бірнеше мектепте директорлық қызмет атқарған ардагер ұстаз Құралбек Өтегенов, тағы да басқалар ақжарма тілектерін айтып, жиналғандарды Наурыз мерекесімен құттықтады. Наурыз той үстінде қос бүлдіршіннің тұсауы кесіліп, олардың алдағы өміріне сәттілік айтылды. Мектептің өнерпаз ұстаздары мен оқушыларының қатысуымен жасалған концерттік бағдарлама мерекелік іс-шараға жиналғандарға әдемі көңіл күй сыйлады.